батырманы басамыз мышканы. Анау кіре алмаймын енді ой. Біз типа перемотка жоқ, кіре алмайды. Бұл эндермен деген бауырымыз. Бұның көзіне қарамау қажет. Бұның көзіне қарасаң, ол сені жейді. Бұл осы ойынның кейіпкерінің басын жейді, әсіресе басын жақсы көреді. Сондықтан көзіне қарамауға тырысайық. Мынадан кіре алмаймын нелер Монстрлар кіре алады, бірақ қазір күндіз ғой, күндіз монстрлар қашады, қорқады. Құбыжықтар, монстр деп орысша айтады. Бізде тағы да ағаш. негізі енді қазақ тіліне аударған кезде көп сөздер қиындау болады бізге аудару. Өйткені сондықтан енді кешіресіздер. біз егер дұрыс аудармай жатсақ, сіздер комментарийда аудармасын жазыңыздар. Біз білмеген. Эндермен дейді ма? Эндермен деген. Қазақшасы қалай ғой? Ол құбыжықтың қазақшасын білмеймін, ол телепортация дейміз ғой. Ол сөйтіп телепортация жасай алады. Міне, біз балта істеуіміз керек. Ол үшін біз екі таяқты осылай қоямыз. Сосын ағашты осы балта тәрізді қоямыз. Сол кезде біз балтаны аламыз, иә, тауып. Енді жалғастырып ағашты шабайық. Осы балтамен біз ағашты сәл тезірек шабамыз. Тауық түсінбей алды, не білдірдің бе? Біз қанша театр көрсек? Енді өте қызықты ойын, сондықтан енді уақытқа қарауға шамам жоқ. Мыналар жек қойып көрдік ма тауық? Пеш жасау керек бізге. Қазір шамалы үйімізді аяқтайық. Сосын біз шахтаға барып шамалы тас тауып үйімізді әрлейміз. Мұны 14 осы ағаш жеткілікті болар. Бір осы талдың ағашынан біз 4 ағаш жасаймыз. Яғни 61 данасын жасадық. Енді біз шахтаға барып бізге тас қажет. Біз әйнек жасауымыз керек үйдің, әрине. Әйнек жасамастан бұрын біз есігімізді жасап алайық. Оны біз осылай түрде ағашты қойсақ, бізде есік пайда болады. Осыны алып біз бұлай қоямыз, сосын ашып кіреміз. Енді сәл қатып жатыр, ренжімеңіздер. Астында монстрлар жоқ па, осы жерден шығып кетпейтін. Иә, шығады. Бірақ біз әлі кірмейміз оған, біз әлі дайын емеспіз. Бізде әлі сауыттар жоқ, киетін киімде темірден жасалған. Бізге пеш жасау үшін осындай тастың 8 данасы қажет, яғни штук. Егер орыс балалар болса, шала қазақтар болса, орысшасында айта отырамыз. Түсінбегендеріңіз. Осы 16 данасы жеткілікті бізге. Енді біз үйімізге барып пеш жасаймыз. Тауықтар қашыңдар. Сендер тамақ боласыңдар. Пешті осылай домалатып қоямыз. То есть тастарды булыжики да, бұл тас. Мен түсінгенім бойынша, мысалы әрбір затты істеген кезде соның суретін саласың, Иә, соны ұқсатып кәдімгі ішін сияқты. Ал енді біз тауықты өлтіріп, өзімізге тамақ істейміз. Қойдан өкінішке орай жүн ғана түседі. Ал бірақ қазақта соғым болса, мыяқта ол жүн ғана түседі. Ал тауықтарды қоямыз енді. тауықтардан әжептәуір тамақ пісіруге болады. Міне тауық еті. Бұны біз шикідей жемейміз. Шикідей жеуге болады әрине, бірақ ол бізге қатты тоймаймыз бұған. Ал пісіріп жесек тоямыз. Сондықтан біз пісіріп жегенді жөн көреміз. Тауықтар қашыңдар енді. Біздің үйдің жанында тауықтар.
тауықтармен жақындамайтын болады. Енді міне астына ағаш қойып немен пісіреміз енді. От жаққан сияқты ғой енді. Бір сөз айтқанда үстіне пісіретін тағамымызды қоямыз. Міне кетті. Шыға ма сразу? Қазір міне пісіріліп жатыр. Духовка дейді, духовка сияқты. Міне пісірілген тауық еті, бұны жейміз. Міне үш таяқша толтырды тауық етін. Ол өте жақсы. Әжептәуір біразға дейін тойып жүреміз. Міне бізде тауықтың жұмыртқасы бар. Бұл жұмыртқаны лақтырсақ, бізге балапан шығуы мүмкін. Бірақ ол кейде ғана шығады, сондықтан күнде шығады деп айта алмаймын. Көрдіңіздер ме, шықпады бізде мүлдем. Біз қазір енді не жасаймыз? Әйнек? Иә, әйнек жасаймыз. Ол үшін біз осылай таяқ жасап, таяқты осылай түрде қойып, үстіне тасты қойсақ, бізде тастан жасалған күрек шығады. Осы күрекпен біз енді құмды қазамыз. Түсініп отырсың ба, Тойхан? Нағыз қара жұмыс қой. Иә. Бұл ойында да физика болады. Яғни шын өмірде де әйнекті құмнан жасайды ғой деймін, қателеспесем. Сондықтан бұл жерде ойластырылған бар. 9 штук жеткіліксіз. Тағы да басқа жерден құм қарастырайық. Қайын жатыр ғой. Қайын ағаш. Жақын маңда құм жоқ па? Жаңағы жерге бара берейік. Құмын бітіретін болдық. Бізге құм аз жерге түсіппіз. Басқа амал жоқ, осы құмды қаза береміз. Мынаны қазсақ бізге су өріп кетеді. Сондықтан мынаны тасып. Құмай басқа. Мынаны тасып. Ой, мынаны тасып. Су кетті. Тағы не айтар кетеді бар? Таңғы көлге түсіп жуынып алдық. Міне осы құмды пісіреміз, сонда бізде әйнек пайда болады. Өзінің шамалары бар. Қайнау. Қылыш жасау үшін қалай не істеу керек, айтшы. Қалай қою Білмеймін. Міне осы түрде қойсақ, қылыш жасауға болады. Міне біз тағы да бір жетістікті орындадық. Қылыш жасау деген жетістікті қарау үшін бізге міне достижение дегенге кіреміз. Міне осының ішінде жетістіктер бар. Әр жетістікті орындауымызға болады. Міне біз пеш жасадық. Енді біз темір табуымыз керек. Сосын балық пісіруге болады. Балық? Мынау ведьма дейміз ғой. Егер жалмауыз кемпір оңбаған бізге улы заттар лақтырып бізді уландырды. Бұл енді осы уақыт азайғанша біз уланып жүретін боламыз. Яғни біздің өміріміз азайып өлуді алдында тұрамыз. Өлуге шақ. Иә, өлуге шақ. Әйнегімізді салып тастайық. Содан кейін осы видеомызды аяқтаймыз. Көп түсіріп кеттік. Ұзақ болып кетті деп ойлаймын. Осы алғашқы енді видео ұнады деген ойдамыз. Керектілеріңізді қарап кеңес айтуларыңызға болады. Сіздердің кеңестеріңізге әрине зәруміз. Бізді қолдаңыздар ең бастысы. Сіздерге ұнаса біз ары қарай жалғастырып, бұдан да мод дейміз ғой, тағы да дополнительный модтарды қосып, модпен де ойнаймыз.
Есікті ашып Иә. Ашып жабамыз дейсіз. негізі мен бір сұрағым келіп отқаны Иә. айта кетерсің қандай әріптерді басатын, қандай мысалы қалай таңдайтын заттарды. Мысалы білмейтін ойыншылар болуы мүмкін мысалы. Бұл енді еш қиындығы жоқ. Яғни бұл W, C клавиатурадан енді түсінетін шығарсыздар. Орысша C, F, C дегеніміз алға жүреді, I дегеніміз артқа жүреді, F дегеніміз солға, V дегеніміз оңға әрине. Ал бір затты, мысалы, енді сол мышканың сол жақ батырмасын басып, мысалы, бұзуға болады. Ал бір затты қойғыларың келсе, мысалы, әйнекті қойғыларың келсе, сол жаққа көздеген кезде міне төртбұрышты рамка сияқты міне пайда болды. Сол кезде сол жерге оң жақ батырманы басып, затты қоюға болады. Ал егер бір затты лақтырғыңыз келсе, ол Q дейміз ғой, I, қысқа I әріпін орысша клавиатураңызда бассаңыз, ол бір затты лақтырады. Кез келген зат болсын. Әйнегімізді кетіп бастайық. Кеш батып бара жатыр. Осы жерден тәмамдайық, сосын біз үйді өзіміз осы видеодан тыс жалғастырып, ары құрастырамыз. Бізде уақытымыз. Сондықтан осы жерден аяқтайық. Енді бірінші бөлімнің соңы деп айтуға да болады. Иә. Келесі бөлімді қараңыздар. Көріңіздер, қолдаңыздар. Ал енді біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.